Ассалаумағалейкум. Қуанхан каналының тұрақты көрермен жігіттері, ағайындар, бауырлар, қалайсыздар? Бізде біраз уақыт қалды ютубқа шықпағалы. Енді бұны тоқтатпауға, тұрақты түрде пайдалы ақпаратпен бөлісуге ниеттіміз. Бүгінгі тақырып ең үлкен тақырып деп айтсақ та болады. Өйткені осы нәрсе болмаса, өмірде еш нәрсе болмайды деген жігіттер. Қызға қатысты болса да, денсаулыққа қатысты болса да, өмірге қатысты болса да, неге қатысты болса да, осы бір заңдылықты түсінбейтін болсақ, көп нәрседен ұтылып қалады екенбіз. Ол қандай дейтін болса, бұл жеке жауапкершілік. Адамның өзінің басына деген жеке жауапкершілігі. Жеке жауапкершілігі жоқ адам не істейді? Ол жауапкершілік басқаға қалады. Мысалы, мен бір қызбен таныстым, сол қызбен жүрдім, аяқ жағында айырылысып кеттік. Мысалға да. Немесе бір қызбен танысуға тырыстым, таныспай қойды. Немесе осындай курсқа келіп жазылдым, курстан бір результат ала алмадым өзіме керек. Сол кезде мен не деп айтам? Жауапкершілігім бар болатын болса, мен не деймін? Мен дұрыспын. Мен бір нәрсені білмедім, мен дұрыс істей алмадым, жасай алмадым деп, яғни өзімнен іздеймін проблеманы. Ал жауапкершілік жоқ адам не дейді? Жартысын бөліп береді. Мен маза жоқ тырыстым дейді, бірақ курс онша емес екен. Мен маза жоқ тырыстым, бірақ қыз біртүрлі екен. Анау қыз до конца сөйлеспей қойды, айтпай қойды, бүйтпей қойды деп, мен жарты жауапкершілікті соған ілемін. Қазір қарапайым ғана бір тапсырма, просто аламыз, бір қағаз, бір бетіне өзіміздің өмірде жетпей қалған бір әттең айларымыз болады ғой, бір қызбен таныса алмай қалдық, ұзақ жүріп қалдық, қарап, бір оқуға түсе алмай қалдық, армандаған, бір жұмысқа кіре алмай қалдық, бір адаммен жолығып тұрып, сонымен барып танысып кете алмадық дегендей бір мүмкіндіктер жіберіп алдық өмірімізде. Соның бәрін жазамыз. Сөйтеміз де соған не кінәлі болды, соның бәрін жазамыз. Немесе кім кінәлі болды? Оқуға түсе алмадым, өйткені әке-шешем жібермей қойды Алматыға дегендей де. Ана қызбен таныса алмадым, өйткені ол қыз өзінше болып қалды сол кезде. Қарамай қойды маған деген сияқты. Немесе бір машина алуға мүмкіндік болды, бірақ ағам алғызбай қойды, көкем бермей қойды ақшаны. Первоначалкаға ақша керек болып үй алайын деп тұр едім, маған банк бермей қойды деген сияқты. Бәрі бір өзіміздің әттеңгелеріміз бар ғой, соның бәрін астына не істейміз? Біреуді кінәлап жазамыз. Енді екінші бетіне парақтың тура осыны өзімізге қатысты жазамыз. Мен үйді аламай қалдым. Неге? Өйткені мен тұрақты түрде ақша жинаған жоқ. Мысалға да, мен ана қызбен таныса алмай қалдым. Неге? Өйткені менде білім болған жоқ. Не айту керек екенін білмедім. Немесе мен оны қызықтыра алмадым, немесе мен оған лайықты сондай бір формада болған жоқпын сол кезде. Немесе мен артық сөйлеп қойдым дегенде, бірақ қыз емес кінәлі. Тағы да не? Оқуға түсе алмадым. Мына бетте сен ата-анаңды кінәлап тұрсың да, оқуға түсе алмаған. Мына бетте сен қарасаң, ата-анаңа просто сол жаққа оқуға түсу керектігін жеткізе алмадың сен. Ата-анаңды сендірте алмадың. Ата-анаңа қарсы тұрып бере алмадың. Яғни өзіңнің арманың үшін күресе алмадың деген сөз. Демек, жауапкершілік кімде? Сенде. Сол сияқты өмірімізге бүгіннен бастап осылай екі жақтан қарайтын болсақ, бір жағындағы адам 10 рет бір қателікті қайталауы мүмкін, қайта-қайта біреу кінәлі да, ол үшін бір жағындағы адам 10 рет қателікті қайталауы мүмкін, бірақ әр қателіктен өзінің сабағын алып отырады ол. Мына жерде мен бүйтіп істеп қойыппын ғой, мына жерде мен білімім жетпей қалыпты, мына жерде менің денсаулығым жетпей қалыпты, мына жерде менің ақшам жетпей қалыпты деп жауапкершілікті өзіне алады. Демек, кім озады 10 жылда, алдағы 10 жылда жауапкершілікті өзіне алған адам ғана озады. Жауапкершіліктен қашқан адам ол үшін біреу кінәлі, погода кінәлі, жұмысшы басқа кінәлі, анау кінәлі, мынау кінәлі болады. Қыздармен де тура осылай жігіттер. Бізде енді басты тақырып каналдың мақсаты енді осы әйел мен еркектің, жалпы қыз жігіттің қарым-қатынасынан басталып тұр ғой. Біз осыған көп акцент қоямыз, да. Демек, қызбен де жол болмай жатса, қызбен де таныса алмай жатқан кезде жауапкершілікті егер 100% өзімізге қоятын болсақ, біз танысуды жолын табамыз, дұрыс сөйлесудің де жолын табамыз, оны өзің көңіліңе қаратудың да жолын табасың, амалын табасың, егер өзіңе қоятын болсаң жауапкершілікті. Ал егер жартысы қызда ғой, қыз бүйтіп қалды, сөйтіп қалды, қыздар сондай қазір, қыздар андай деп болсақ, онда сол ойымызға сай қыздар кездесіп, бәрінде қыздарды кінәлі болып жүреді. Сол үшін жігіттер, бірінші жауапкершілік ол тек қана бізде. Осы тапсырманы қарапайым ғана тапсырманы орындап көр, сосын көресің. Ендігі мәселе жігіттер, бізді мектепте қалай тәрбиеледі? Бұл негізі жауапкершілік деген қайдан шығады? Негізі балалық кезең басталады. Мектепте біз қалай тәрбиеледі? Мектепте айтты, жаттап кел, көшіріп алсаң да жазып кел, әйтеуір 5 алып келсең болды деген сияқты осындай түсінікпен тәрбиеледі. Біз мектепте былайша айтқанда показуха жасап үйрендік. Біз жауапкершілік алып, мен оқу керек, мен осыны тапсыру керекпін дейтін адам ол кем деген болды. Бәріміз көбінде анадан көшіріп алдық, анадан жазып алдық, әйтеуір бір жақтан суретке түсіріп алдық, үйтіп бүйтіп алдық та, сонымен 5-ке оқуға тырыстық та, әйтеуір жақсы баға алсақ болды, аттестат алсақ болды, аттестат нормальный болса болды деген сияқты осындай дүниемен өстік. Реально өмір мен мектептің айырмашылығы ол аспан жер мен көктей. Өйткені мектепте бізге баға үшін жақсы көруі мүмкін, мектепте біздің тәртібіміз үшін жақсы көруі мүмкін, жетістігіміз үшін жақсы көруі мүмкін да, ал өмірде олай емес. Өмірде конкуренция. Өмірде сен тырыспасаң, өмірде сен жауапкершілік алып алға қимылдамасаң, саған қыз да қарамайды, саған ешнәрсе жоқ қой, ашығын айтқанда. Ақша да жоқ, дүние де жоқ, үй де жоқ, бәрі жоқ. Базовый қажеттіліктердің өзін жаба алмайтындай жағдайға келесің. Өйткені мектепте бізге оған үйретпейді. Дұрыс сөйлесуді, коммуникация жасауды, ақша табуды,
мемлекетпен үкіметпен қалай жұмыс істеу керек екенін, заңды мысалға денсаулыққа қалай қарау керек екенін, стресстен қалай шығу керек деген дүниелерді, маңызды өмірге қажетті дүниелерді үйретпегеннен кейін біз не істейміз? Түр жасап үйренеміз. Сол түр жасаудың аяқ жағы жігіттер осындай нәрсеге келеді екен, иә. Яғни оны бизнестің тілінде ИБД деп айтады ғой, имитация бурной деятельности дейді. Яғни біреу шынымен де сондай нәрсе істеп жүреді, түр жасап жүреді да, қызбен танысып отқандай болады, жүргендей болады, түр жасап жүреді да, бизнес жасап отқандай болады, бірақ результат жоқ. Сол кезде айналып келгенде неге келіп тіреледі? Басы, түбі фундаменті сол жеке бастың жауапкершілігі жоқ болғаннан тіреледі. Сол үшін жігіттер, жалпы өмірде жетістікке жеткің келетін болса, бірінші нәрсе ол жеке жауапкершілікті алу. Ол қайдан басталады десек, мектептен, бала кезден, ес білгеннен басталатын еді. Бірақ көбіміз ол моментті жіберіп болғаннан кейін енді сол нәрсеге қайтып келуіміз керек. Олай болса жігіттер, бұл тақырыптың бәрін біз қайда айтамыз? Жабық Telegram каналда арнайы сабағымыз бар. Соған сол жерде айтатын боламыз. Ол жерде аудио форматында да, видео форматында да және жазбаша түрде де ақпараттар болады. Яғни сенің тестостеронға қатысты, қыздарға қатысты, енді қыздар дегенде де жалпы танысумен үйленуге дейінгі мәселе саналады қыздарға қатысты деген. Сол үшін еркекке не қатысты, еркектің қазіргі 21 ғасырда жігіттерге не керек дейтін болса, сол ақпараттың бәрі толық қамтылған болады. Именно қазақша мәдениетте, қазақша тілде түсінікті шай ішіп отқандай жеңіл тілде алып қолданып кете беретіндей ғана әдемі ақпараттар болады. Төменде Telegram каналымызға сілтеме болады, WhatsApp-қа сілтеме болады. Соған өтіп, жазып, сұрақтарыңды қойып, төлемін жасап, ол өте қалта көтерімді, аз ғана суммада. Сол үшін төлемін жасап, өмірді өзгертуге тырысайық жігіттер. Жігіттер, өзгеру үшін енді бізге екі-ақ нәрсе керек. Біріншісі фокус керек, бір нәрсеге нақты, яғни мен осы жылда осы мақсатқа жетем деген нақты бір фокус керек. Екінші, сол мақсатқа қалай жетемін деген план керек, жоспар керек. Болды. Осы екеуі болатын болса, біз кез келген мақсатқа жете аламыз. Ол бұрынғы аталарда да, бұрынғы заманда да солай болған, қазір де сондай. Біздің қазір назарымызды ұрлайтын нәрсе көп, бірақ біз соның бәріне тыйып, мен осы жылы үйленем деген жігіт болатын болса, осы жылы ол үйленуге әрекетін жасау керек. Біз соған көмектесе аламыз, нақты қадамдармен, нақты техникалармен, нақты кеңестермен. Енді осы жылы үйленем деген жігітке фокусыңды соған қоясың, және соған қалай жетемін деген мақсатыңды қоясың. Ол мүмкін сенің машина алуға да қатысты болатын шығар, ол сенің мүмкін денеңді шығаруға да қатысты болатын шығар, ол ақша табуға байланысты шығар, білмеймін. Әркімнің өзінің мақсаты бар, бір жылға қойылған мысалға. Соған жету үшін осы екі-ақ нәрсе керек. Осы екі нәрсені толық анықтау үшін біз саған көмегін бере аламыз. Оған жеке жазып сұрасаң да болады, ол туралы консультация алып, немесе біздің жабық Telegram каналға өтіп, сол жақтан күнделікті ақпаратты алып отырсаң да болады, 3 ай бойына. Енді жігіттер, қазіргі жағдайды түсініп тұрсыңдар, бізде жеке жауапкершілігі бар жігіттер болса, онда осы видеодан кейін олар қимылдай бастайды. Яғни не курсқа жазылады, не өзі іздене бастайды, әйтеуір бір әрекетін бастайды. Енді бізге мына қатып қалған орнынан қимылдау үшін не нәрсе керек дейтін болса, осы 3-ақ нәрсе керек бізге. Біріншісі, біз қазір қандай нашар өмір сүріп жатқанымызды түсінуіміз керек. Шынымен де қарасаң, қазір өте нашар өмір сүріп отырмыз. Біз даже базовый өзіміздің қажеттіліктер жауа алмайтындай деңгейдеміз де, көбімізде. Бізге қыз қарамай жатыр, денсаулық ондай болмай жатыр ойлағандай. Яғни бізде минустамыз, ашығын айтқанда. Соны толық сезіну керек. Соның аштылығы, қаттылығы сендерге тию керек. Өз-өзіңді былай шыққанда қинап, жылап, ішіңдегіні шығару керексің ғой. Неге мен былай өмір сүріп жатырмын? Неге біреулер аяқта BMW-мен жүргенде мен жаяу жүрмін? Неге біреулер жақсы машина мініп жатқан кезде, жақсы қыздармен араласып жатқан кезде, жақсы кафелерден тамақ ішіп, былай шыққанда жақсы киініп, жақсы өмір сүріп жүрген кезде мен неге бірімді екі қыла алмай жүрмін деп өзің қамшылап, былай шыққанда өзіңнің сол өміріңнің бір қиындылығы, аштылығы саған тию керек. Сенің бір жерің ашып кету керек кәдімгідей. Сол кезде адам не істейді? Сол энергиямен, құлшыныспен екінші этап қойды. Енді жақсы өмірді көру керек. Жақсы өмірді енді примерно көріп жатыр ғой, блогерлерді көріп жатыр ғой, мыналар бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Жақсы қымбат кафеге барып қалсаң, небір адамдар отыр. Сен бір айлығыңа тамақ ішіп тастайды да, мүмкін бір айлығыңа шай іше салады да, сен алатын мысалға. Немесе сен 10 жыл, 20 жыл жинайтын ақшаны олар бір күнде жаратып жібере салады. Жақсы өмір сүріп отыр адамдар. Енді материалдық жағынан айтқанда, енді материалдық жағдай жақсы адам әрине жақсы қызбен де жүреді, жақсы көлікте мінеді, жақсы үйде тұрады, оның ұйқысы да жақсы болуы мүмкін да, мысалға ол жақсы жерде тренировка жасайды, жақсы тамақтанады, оның денсаулығы да саған қарағанда жақсы болуы мүмкін. Енді соны көзбен көру керек, сондай ортаға кіріп көру керек. Мен осындай жақта жүргем, мына жақта мынандай адамдар өмір сүріп жатыр екен. Соны көргеннен кейін, ішің абден ашығаннан кейін не болады енді? Сен амал жоқ қимылдайсың. Егер осы үш нәрсе болатын болса, яғни бірінші аштылық тиеді, қаншалықты өзіңнің минус екеніңді көресің, плюста өмір сүріп жатқан адамдарды көресің, сөйтесің, плюстағы қыздарды да көрген пайдалы болады. Өйткені ол жақтағы қыздардың деңгейі мүлде бөлек жігіттер. Сол қыздарды көрген кезде де өзің қыздарыңа қарап ойланып қалуың мүмкін. Мына жақта мынандай деңгейдегі қыздар болғанда, мен сөйлесіп жүрген қыздарым, мен артынан жүгіріп жүрген қыздың деңгейі мынандай болса, мен қандай болдым деген сияқты, сол кезде өзіңде де бір ашуландырып алуға болады да. Демек, қыздар да қатты өсіреді жігіттер. Төменді көресің, өзің төмендегіңді, сенен жақсы өмір сүріп жатқан өмірді көресің. Үшіншісі, соған қарай тырысасың, яғни әрекет план құрасың болды. Осы үшеуін по пунктам істейтін болсаң, жігіттер, 1-2 айда, енді 1-2 ай деген біреу үшін аз, біреу үшін көп болатын шығар, бірақ максимум жарты жылда немесе бір жылда кардинально өзіңнің өміріңді жоғарыға шығаруға болады, жігіттер.
бірақ осы 3 этаптан өткен кезде ғана. Сол үшін қыздармен болмай жатыр ма, ақша болмай жатыр ма, денсаулық орынды болмай жатыр ма, білмеймін, қандай да бір өмірде проблема болатын болса, осы үшеуінен өткізіп көріп, немесе жоғарыда айтқан жеке жауапкершілікке қатысты тапсырманы қағазға жазып көріп, өзіңді шынымен де қандай деңгейде тұрғаныңды және қандай деңгейге бара алатыныңды білсең, бұл өміріңді өзгертеді жігіттер. Сол үшін жеке жауапкершілікті аламыз, осы 3 пунктті өмірімізге қолданып көреміз, сөйтеміз де өзіміздің өмір сүру деңгейімізді өсіреміз. Ал енді осы қалай жоспар құрамын, қалай мен осы деңгейге шыға аламын, менің ішімде бәрібір андай болып жатыр, менде мындай болып жатыр, мен бір жақта ұстап қалады, бүйтіп қалады, сөйтіп қалады, қыздар маған бәрібір де қарамай жатыр деген сияқты сұрақтар болатын болса, оның жауабын бәріміз жаңа айтқандай жабық телеграм каналымызда толық ашып сөйлесетін боламыз. Ол жерде каналда отырып та сұрақ қоя аласың және дайын ақпараттарды алып қолдана аласың. Сол үшін каналға өтеміз, тіркелеміз, өмірді өзгертуге тырысамыз жігіттер. Өте ыңғайлы бағада. Ал мына видео ұнаса лайк басамыз, комментарий қалдырамыз. Немесе өйстіп жауапкершілік ала алмай өмірде шатасып жүрген досың болатын болса, осы видеоны инструкция ретінде жіберіп қойсаң болады.